Еліміз үшін айтулы даталардың бірі Конституция күні. Ата заң мемлекеттің нығаюына, елдің дамуына, халқымыздың өсіп-өркендеуіне басты негіз екені белгілі. Ата заңымыздың төл мерекесі қандай деңгейде атап өтілу керек? Бұл күн өзге мерекелердің көлеңкесінде қалып қоймады ма деген сауалдармен бүгін біз Конституциялық кеңес мүшесі Унзила Шапақ ханыммен кездесіп отырмыз. Унзила ханым, сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Алдымен сөз басында айтылып өткен сұрағыма қайта оралсам, Конституция еліміздің ең басты құжаты, қалай олайсыз? Басқа мерекелердің көлеңкесінде аздап қалып кеткен жоқ па? Сіздің ойыңызша қандай ауқымда, қандай деңгейде атап өтілу керек бұл мереке? Жалпы қайырлы күн. Сіздерді де келе жатқан Конституция күнімен құттықтаймын. Конституция бұл мемлекетіміздегі адамдармен, кәдімгі халықпен мемлекеттің арасындағы шарт. Сондықтан бұл басты құжат, құндық құжат. Бұны енді біз Совет үкіметінен келе жатқан ұғым ғой. Әрқашан біз оны мереке ретінде қабылдауымыз керек та. Мереке болғаннан кейін той, думан, мейрам болып, далада би билеп, ән айтып, жұрттың бәрі көңілді жүру керек деп ойлаймыз. Жоқ, Конституция күні, Конституцияның дүниеге келген күнін Қазақстан Республиканың әр азаматы өте жақын сезіммен қабылдау керек. Конституциялық кеңестің бастамасымен соңғы 3 жылда біз конституциялық күнге арналған апталық өткіземіз. Бұл апталықта әрбір еңбек ұжымдарында, барлық мемлекеттік мекемелерде Конституция күніне арналған іс-шаралар жүзеге асырылады. Бұлар қоғамдық ұйымдарда тегін заң кеңесін береді. Сонымен қатар нотариалдық палата, адвокаттар алқасы, барлық қалалық республикалық деңгейдегі олар азаматтардың конституциялық заңгерлік көмек көрсетеді. Міне осының барлығы бұқаралық ақпарат құралдарда жарияланады. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кеңестер беріліп жатады. Сондықтан халыққа белгілі деңгейде қол жетімді деп ойлаймын. Ал енді заңгерлер, бүкіл заңгерлер бұл мерекені өздерінің мерекесі ретінде санайды, барлық заңгерлер. Сондықтан қазір енді біздің республикамыздың бір ерекшелігі болар, әр отбасында негіз бір заңгер бар ғой енді. Сондықтан да болар, әр отбасы бұл мерекені сезінеді. Балабақшаларда жүзеге асырылады екен. Өзіміздің кішкентай немерелерімізден, кішкентай бүлдіршіндерден көріп отырамыз, кәдімгі Конституция күніне дайындалады. Содан кейін екінші университет мектеп қабырғаларында бұл өте жақсы мереке шаралар өткізіледі. Себебі бірінші қыркүйек күнгі білім күніне арналған дәрістер көбінесе Конституцияға арналады. Себебі Конституцияның ішінде білімге деген білім алу құқығы нақты көрсетілген, ол конституциялық құқық. Сонымен қатар жалпы білім беру стандартына арналған бап бар. Сондықтан бұл мекемелерде де үлкен орын алған маңызды шаралар өткізілді. Яғни сіздің ойыңызша қажетті деңгейде атап өтіліп жатыр, бүгінгі таңда. 1995 жылы қабылданған ата заңымызды талқылауға 3 миллиондай адам қатысқан екен. Бұл санның ішін кімдер құрады? 1995 жылы мен 5-ші курс студенті болдым. Заң факультетінің. Дәл біз үшін бұл конституциялық процесті бақылау өте қызықты болды деп айтуымызға болады. Себебі 91 жылы оқуға түсіп, тәуелсіздікті қолға алған сәттен бастап, барлық заң шығару процестерін шамамыз келгенше қызықтап қарап жүрдік. 95 жылғы конституция бұл енді тәуелсіздік мемлекетіміздің екінші конституциясы ғой. Жобасы жарияланғаннан кейін бұл бүкіл халықтық талқылаудан өтті. Себебі жаңа бір жағынан үрей болды халықта. Жаңа КСРО одағы құлап қалды. Біздің мемлекетте көп деген ұлт орналасқан мекендейді. Жаңа қазағымыздың өзі бар. Не болады? Тағдырымыз не болады? Бірінші конституция қабылданған кезде ел кішкене байқамай да қалды. Ол кәдімгі жалғас ретінде өтіп кетті да. Одан кейін жаңа мемлекеттік биліктің мәселелері басқаша қызмет жасай бастады ғой. Қоғамға бір кез келген жағдайға сәйкес келіп жатқан жоқ. Міне сондықтан халықтың құлағы көтерілді деуге болады. Соның үрейленгені де бар,
кейбіреулер тәуелсіздік алдық деген шаттық сезімде бар. Сондықтан Конституцияның жобасы жарияланғаннан кейін сол заманда жұмыс жасап тұрған барлық еңбек ұжымдарында талқыланды. Университеттерде талқыланды. Сонымен қатар жалпы халық өзі жаңағы ақпарат құралдар тапшы болған сайын ақпаратты адамдар іздей бастайды ғой. Сондықтан тіпті ақпаратты кәдімгі шөлдеп іздеп өз пікірлерін білдіріп отырды. Шын мәнінде жалпы ақпаратқа келетін болсақ 3.145.000 адам жаңа пікірін жіберді дейді. Сонда 31 мыңнан жуық пікір келіп түскен. Белсенді атсалысқан, сол кездегі заңның жобасына, Конституцияның жобасына 1100 түзету енгізілген. Азаматтар тарапынан. Азаматтар тарапынан келгендерді комиссия қарайды, сосын жіктеп, қайтадан жұмыс комиссиясы талқылап, жұмыс тобы талқылап, өзгерістерді енгізген кезде бұның барлығы жаңағы есептелініп, қазір тарихи нақтыланып шықты, 1100 түзету енгізілген екен. Ал енді сайлау болған кезде де жаңа біздің өзіміз студент, мен 5-ші курста бекер айтып отырған жоқпын. Енді бітіретін курстың студентіміз ғой. Сондықтан біздің барлығымызға жобаны қайта-қайта оқыңдар, ой пікірлеріңді айтыңдар деп. Ал енді біз қанша дегенмен заң мамандығын оқып келе жатсақ та, мемлекеттің басқару нысанын енді толыққанды сол жоба арқылы ерген шығармыз. Мысалы, мынандай сұрақ болды, бүкіл халыққа. Қандай басқару нысаны керек? Парламенттік басқару бола ма, жоқ президенттік басқару бола ма? Бүкіл қарапайым халыққа дейін түсінгісі келді. Қай басқару қолайлы? Парламенттік болсақ қайтеді. Себебі жаңағы КСРО-ның басқару нысаны басқаша. Ал енді біз сол кезде болар енді. Жаңағы Америка құрама штатында сонша президент болыпты ғой. Францияда осындай президенттік басқару екен. Көрші тұрған Түркиямыз мынандай екен. Халықтың аузында да осындай әңгімелер болып жатты. Қызу талқыланды. Талқыланды. Себебі 95 жылғы Конституцияның ерекшеліктерінің бірі халық өзі мемлекеттің басқару нысанын анықтап алды. Сондықтан да Конституцияда халықтың басты құндылықтары осы Конституцияда көрініс тапты. Біздің Конституциямыз бүгінгі таңда заман талабына қаншалықты сай деп ойлайсыз? Яғни менің айтпағым азаматтардың құқығын, бостандығын қаншалықты қамтамасыз ете алады деп ойлайсыз? Жалпы, және екеуміз әңгіменің барысында айтып кеттік қой, бұл заңның, Конституцияның жобасы дайындалғаннан кейін қаншама пікірлер келіп түсіп жатты. Осы жобаның төңірегінде 18 нұсқа дайын болған. Қараңыздар, бір жобаның 18 нұсқасы дайын болған. Ол жұмыс тобы оның барлығын талқылап отырды. Себебі неде? Себебі жаңағы Конституцияның барлық дамыған озық үлгідегі демократиялық мемлекеттердің Конституциясы зерттеп зерделенді. Елбасымыздың өзі 20-ға жуық Конституцияны оқып, танысып шыққан болатын. Осы барлық озық үлгідегі Конституцияның жақсы, ұтымды тұстарын алып жазылған. Сондықтан басқа мемлекеттің, демократиялық мемлекеттің, біз жақсы көреміз ғой, Батыс Европа мемлекеттердің конституциялармен алып салыстыратын болсақ, біз олармен қатарласпыз. Жазылған конституцияға мін тағып, мынандай құқық көрсетілмеген екен, бұл шектелген екен дейтін пікір әлі күнге дейін мен естіген жоқпын. Себебі білесіздер, әр қашан Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген кезде, басқа заңдарға сараптама тағайындалған кезде міндетті түрде шетелдік сарапшылар, қазір таңда тіпті жаңағы танымал мемлекеттердің сарапшылар жұмыс жасайды. Олардың ондай ескертулер болмады. Демек, озық үлгідегі демократиялық конституциялармен сәйкес келеді. Жалпы бүкіл елде, дамыған елдерде нені бірінші мойындайды? Адамды мойындайды. Адамның өмірін мойындайды. Құқықтары мен бостандықтарын мойындайды. Бұл біздің Конституция ең басты құндылық деп жазылған. Сондықтан біздің Конституция осымен ерекше болып келеді. Сондықтан да болар, сарапшылардың пікірінше әлемдегі ең үздік 50 конституция тізіміне кіреді. Еліміздің даму тарихында 5 рет заңнама қабылданған екен. Біздің еліміз үшін бұл аз ба, немесе мүмкін көп шығар?
Бұл енді конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізеді деген мәселе көтерілгеннен бастап туындайтын сұрақ қой. Неге біздің конституция өзгере береді деп? Жоқ, жалпы біздің конституция, енді конституционалист ғалымдар конституцияны қатаң және елгіш деп бөліп қарайды. Қатаң конституция дегеніміз бұл қабылдану тәртібі ерекше жолмен қабылданатын және оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар да өте ерекше тәртіппен енгізіледі. Осыған байланысты қатаң конституция дейді. Біздің конституция қатаң конституциялардың қатарына жатады. Қатаң себебі конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар ол белгілі конституцияда көрсетілген тәртіппен жүзеге асырылады. Бұған халық қатысады. Референдум арқылы өзгеріс енгізіледі. Егер халық президенттің тарапынан, биліктің тарапынан басқаша көзқарас болатын болса, онда тек қана парламенттің рұқсатымен. Парламент халықтың өкілі. Сонымен қатар ол өзгерістер мен толықтыруларға конституциялық кеңес оның өзі конституцияға сәйкес келе ме жоқ па, бұл енгізейін деп отқан өзгерістерін деген қорытынды береді. 2017 жылдан бастап осындай өзгеріс енгізілген. Содан кейін ол талқыланады. Халықтың талқылауы арқылы жүргізіледі. Содан кейін барып енгізіледі. Сондықтан айтты болды, бүгін өзгереміз деп өзгеріс енгізіп жатқан жоқ. Ал мына 26 жыл болды конституция қабылданғанына, 26 жылдың ішінде 5 өзгерістер енгізілді дейді. Бұның 2 өзгерісі 2011 жылғы, 2 өзгеріс 2019 жылғы. Осы 2 өзгеріс бұл жалпы бірақ баптарға тікелей бағытта енгізілген. Бұл конституциялық реформа емес. Конституцияға тек қана өзгеріс енгізілді. Ал енді қалған 3 өзгеріс бұл конституциялық реформа болды. Неге? Себебі біздің қоғам дамып отыр. Әлеуметтік экономикалық жағдайымыздарға өзгерістер болып жатыр. Соған байланысты біздің басты заңға өзгеріс енгізу талап туындап тұр. Бірақ басты құндылықтарымызға емес. Байқасаңыздар, халықтың негізгі құндылығына өзгеріс енгізілмейді. Біздің бұл көбінесе бізде болды биліктің функцияларын бөлуіне байланысты. Мемлекеттік билік механизмі төңірегінде болды. Себебі басында құрылған кездегі жағдай қандай, одан кейінгі жағдай қандай. Басында құрылған кездегі биліктің функцияларды бөліп алды ғой. Кейін белгілі жағдайға байланысты пара барғып өздері бөлді. Бұл білесіздер 2017 жылғы соңғы өзгеріс президент өзінің биліктің басқа тармақтарын бөліп берді. Мысалы 25 бапқа өзгеріс енгізілді, 33 түзету енгізілді. Нәтижесін міне соңғы 3 жылдың ішінде біз көріп жатырмыз. Қандай деңгейде парламенттік мәселе көтеріле бастады. Парламенттің деңгейінде қалай талқыланып жатыр. Үкімет өзінің жасап отырған мәселесін халықпен санасып талқылап жатыр. Тіпті халыққа жақындады үкімет. Әрине, көңіл тоймайтын сәттер болады. Жұмыс болып жатқан кезде ол болады. Ол барлығы, мысалы, 80-90% етіп жатқан жоқ қой. Халықтың 10%, халықтың белгілі бір тобы, олардың мүддесі қорғалмай қалған сияқты, немесе толық жетпей қалған сияқты. Оны жеткізеді. Біз бәрі деген идеалды түрде, шынайы біз деген осы керемет біз деп айтсақ, онда бұл мемлекеттің де қажеті болмай қалады ғой. Онда тағы басқа керек болады. Сондықтан бұл жұмысын жасап, жеткілікті жасап жатыр. Конституциялық реформалар өз нәтижесін беріп отыр бүгінгі таңда. Әлі де береді. Әлі де сол конституциялық реформаға негізделіп, заңдарға өзгерістер енгізіліп, сол өзгерістер жұмыс жасап жатыр. Осы орайда менде бір 2 сұрақ туындап тұр. Оның біріншісі, біздің конституциямыздың құндылықтарын айттық. Осы орайда кеңестің жұмысы ерекше, конституцияның дұрыс жүзеге асырылуын қадағалайды деп айттыңыз. Жалпы сіз қалай баға берер едіңіз? Бүгінгі таңда қаншалықты конституцияда жазылған құндылықтар жалпылама алғанда қаншалықты жүзеге асырылып жатыр іс жүзінде? Және мен сізге сұхбат берердің алдында айтып кеттім, өзіммен бірге мына конституцияны
ала жүремін деп, қараңызшы, мысалы, Конституцияда көрсетілген екінші тарау бар. Адам және азамат деп аталады. Осының ішінде көрсетілген барлық құқықтар, бұлар іс жүзінде іске асырылып тұр. Мысалы, кез келген норманы сіз екеуміз бүйтіп отырып, ашып қарауымызға болады. Міне 10-шы баптан басталады. Кез келген, мысалы, ешкімнің 15-ші бапта ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға қақысы жоқ. Өлім жазасы адамдардың қаза болуымен байланысты террористік қылмыстар жасаған үшін, сондай-ақ соғыс уақытында ерекше ауыр қылмыстар жасаған үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен белгіленеді. Ондай жазаға кесілген адамның кешірім жасау туралы өтініш ету хақы бар. Міне, қарасаңыз, өз бетінше біреудің өмірін қиюға болмайды. Егер ондай жағдайлар кездесетін болса, бізде қалай? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ішінде адамның өміріне, денсаулығына қатысты деген үлкен тарау бар. Қандай да бір зиян келтіретін болсақ, тек өміріне тиісті, денсаулығына байланысты. Осы бойынша белгілі құқықтық салдар туындайды. Міне осылай мемлекет Конституцияда бір норма берді, ары қарай кепілдік беріп отыр адамдардың өміріне. Және өлім жазасына байланысты, биыл енді сіздер бұқаралық ақпарат құралда жүргендіктен білесіздер ғой, біз халықаралық конвенцияға қосылдық. Қыс айында үлкен талқыланып, Конституциялық кеңес оған жаңағы Конституцияға сәйкес келетіндігі, келмейтіндігі туралы қорытынды берді. Содан кейін ол конвенцияға біз қосылып, парламентте бекітілді. Міне, адамның өмірін жайдан-жай қиып тастауға болмайды. Сөздің төркін түсінікті. Төркін түсінікті ғой? Түсінікті. Рахмет. Сөз соңында мынадай сұрақ қойғым келеді. Конституциямызға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы айта келе, қажеттілік болғанын алға тарттық, иә. Өзіңіз айтып кеткенде, ел дамиды, қоғам өзгереді деген сияқты. Бүгінгі таңда біздің қоғамда шырқырап тұрған мәселелер көп. Осы орайда сол мәселелерге байланысты заңдар, толықтырулар мен енгізулер, өзгерістерді қажет етіп тұрған сыңайлы. Мәселен, бүгінгі таңда жиі орын алатын зорлық-зомбылық туралы заңды айтып өтуге болады. Сіздің ойыңызша тағы да қандай заңдарға толықтырулар, өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі керек? Жаңа айтып кеттім ғой, мен енді заңгермін. Жалпы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша кәдімгі Конституцияда көрсетілген арнайы тұлғалар бар, ұсыныс жасайтын. Бұл президент, парламент депутаттары, және тағы басқалар. Яғни, кез келген заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге болады, енгізу керек, егер қоғам қажетсініп тұрса, қоғамдық қатынастарға реттеу керек болса. Заң не үшін керек? Адамдардың арасындағы қарым-қатынастарды өлшемі ол норма. Осы өлшем жоқ болған жағдайда. Қалай өлшеміз? Мындай қарым-қатынас туындады, заңдарды ашып қарасақ жоқ екен. Мысалы, зорлық-зомбылықтың түрлерін алып қараймыз, бұл бізде қылмыстық кодекстің ішінде бар, жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің ішінде бұл нормалар тұрды. Енді бұл кейбір қарым-қатынастардың жаңағы фабуласы, жағдайы жоқ. Осы жағдайда өзгеріс керек, енгізу керек. Осы жағдайда. Ондай қажеттілік болса, мен кез келген заңға өзгеріс кіргізуге қарсы емеспін. Бұл туралы мамандар өз пікірін білдіру керек. Ал енді Конституция тұрғысынан айтатын болса, адамдардың құқығын шектеуге болмайды. Біреудің өміріне, ар ожданына қол сұғуға мүлде болмайды. Оны біз жоғары деңгейде бақылауымыз керек, қадағалауымыз керек. Тіл тигізуге болмайды, саусағымен түртуге болмайды. Неге? Азаматтарды жаңағы қорлау керек. Біз қазіргі енді мына бұқаралық ақпарат құралдар ашық болып кеткенге байланысты ма, немесе әлеуметтік желілерде ақпараттар көп жарияланғандықпен болар, көп мәселелерді естіп біліп жатамыз, өмірімізде көрмеген болу мүмкін емес деген жағдайлар туындайды. Осы жағдайларға байланысты заңдарға, егер ол жоқ болса, заңгер саралаған кезде бұл құрамына келмей тұрса, онда шұғыл түрде, тез арада өзгеріс енгізу керек. Болжамды болатын болса, мұндай жағдай бізде жоқ, бірақ бұл қоғамда болып жатыр, көрші мемлекеттерде болып жатыр, дамыған мемлекетте болып жатыр, дамымаған мемлекетте болып жатыр. Бұл болжамды, ақылға қонымды, біз соны алып жатырмыз.
десе, оны да енгізу керек. Ал бірақ жаңағы ақылға қонымсыз заттарды айтып, тіпті оны енгізу арқылы адамдарды итермелеп тұрса, басқа бір насихаттау жүзеге асырылып жатса, ондай болмайды. Оны да бақылауымыз керек. Қазіргі мына ашық қоғамымыз кішкене үрейлендіреді. Кейбір тіпті мүмкін емес, біздің ақылымызға сыйымсыз заттар басқа қоғамдарда бар. Содан кейін ол тез арада бізге келіп қалуымыз мүмкін. Бір кейде мен ойлаймын, біз жас кезімізде көп нәрселер жабық болғанда дұрыс шығар, біз тіпті білмей жүретінбіз. Енді қазір естіген кезде үрейленетін болдық қой, қорқатын болдық. Міне оны алдын ала болжап алуға да болады, бірақ насихаттап үгіттеп алмауымыз да керек. Толымды сұхбатың үшін үлкен рахмет. Сұхбат барысында өзіңіз айтып өткендей, барлық заңгерлер елімізде ата заңымыздың төл мерекесін кәсіби мереке ретінде қабылдайды дедіңіз. Өздеріңізді де, біздің көрермендерді де мерекемен тағы бір рет құттықтаймыз. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Елімізде құқық үстемдік құра берсін. Мерекеліміз құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бұл сұхбат бағдарламасы болатын. Менің есімім Салтанат Пердешқызы, және бүгін бізде қонақта болған Конституциялық кеңестің мүшесі Унзила Шапақ ханым. Сау болыңыздар.